Рухани жаңғыру бағдарламасының 2020 жылға арналған жоспар бекітілді. Бұл туралы Ақордада өткен бағдарламаны іске асыру жөніндегі ұлттық комиссияның отырысында белгілі болды. Бағдарлама биыл ұлттық бірегейлік және прагматизм сынды идеологиялық құндылықтарды насихаттау бағытында жұмыс істейді. Барлық атқарушы органдар бағдарламаны іске асыруда білім мен ғылымға құштарлық, еңбек сүйгіштік, ұлттық және өркениеттік құндылықтарды насихаттау сияқты шараларға басымдық беру керек деді мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев. Тақырыпты әріптесім Лаура Қуанышқызы тарқатып айтсын. Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру барысында орындалмай қалған жоспарлар бар. Жиында сөз сөйлеген ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев осылай деді. Министрдің айтуынша 209 тармақтан тұратын бағдарламаның 184-і жүзеге асқан, яғни 3 жылда меже 88%-ке орындалған. Негізгі орындалмау себебі қаржыландырудың болмауы немесе қаражаттың бюджетке қайтарылуы. Әкімдіктердің арасында Ақмола, Алматы, Ақтөбе, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан облыстары және Шымкент қаласы 14 тармақты орындамады. Орталық мемлекеттік органдар 5 тармақты орындамады. Бұлар білім және ғылым министрлігі мен мәдениет және спорт министрлігі. Басты мәселе, ел аумағындағы көрікті мекендерді ел ішінде насихаттау. Ол үшін 7 ролик әзірленген. Олар 14 наурыздан бастап көпшілік назарына ұсынылады. Сондай-ақ жиында отбасы құндылығы, ұлттық музыканы дәріптеу, этносаралық достықты арттыру бағытындағы жұмыстарды жетілдіру қажеттігі айтылды. Бұл жұмыс одан әрі жалғасу керек. Қазақтың жерін сақтап қалған, сол үшін күрескен Ташеновтың да, Бараевтың да барлығын біз өскелең ұрпаққа дұрыстап жеткізе білуіміз керек. Мемлекеттік хатшы отандық бизнесті әлеуметтік жауапкершіліктің барын атап өтті. 2019 жылы меценаттардың қолдауымен 60 миллиард теңгеге 1520 жаңа нысан салынып, бірсыпырасы күрделі жөндеуден өткізілген. Дегенмен кейбір өлкелерде бағдарламадан ауытқушылықтар бар. Өкінішке қарай бұған дейін айтылғандай, кейбір өңірлерде бағдарламамен мазмұндық жағынан сәйкес келмейтін шараларды рухани жаңғырудың есебіне енгізіп жіберу фактілері де кездеседі. Мұндай науқаншыл әрекеттер бағдарламаны және биліктің беделіне нұқсан келтіреді. Алдағы уақытта Абайдың 175 жылдығы мен Әл-Фарабидің 1150 жылдығы тойланбақ. Ал құндылықтарды арттыру үшін мектеп бағдарламасына осы сынды тұлғалардың әуезді әндері мен күмбезді күйлер енгізілмек. Мектеп оқушылары бұл тәлімді аудионұсқадан үйренеді дейді комиссия мүшелері. Біздің бір психологиялық, қоғамдық жаңа бір құндылықтар қону керек. Ол біздің ертеден келе жатқан сол құндылықтардың керегін алып, қазір соны жаңғыртып, бүгінгі кезге, бүгінгі сол заманға сәйкес қылып, жастарды тәрбиелеу керек. Біз өйткені, мысалы, жастарды біз күйге сүйдіған тәрбиелей берсек, олар ертең дүние жүзінде қалай бәсекелесті болады. Алда тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай бейнероликтер әзірлеу міндеті тұр. Бұл Қазақстанның туристік әлеуетін әлемге таныту үшін қажет. Бұдан өзге ұлттық комиссия отырысында тіл, тәуелсіз ақпарат кеңістігі, тарих, салт дәстүр мәселелері де көтерілді. Рухани жаңғырудың бүгінгі таңдағы өзектілігі қазір дүние жүзінде жаңа технологиялық өзгерістер болып жатыр. Міне осы тарихтың сыртында қалып қоймас үшін біздің ұлтымызға, біздің мемлекетке сол технологиялық өзгерістердің ішкі процестерінде болу керек. Ол үшін біз өзіміздің жастарымызды, бүгінгі таңдағы оқушыларды, студенттерді жаңа сапалық деңгейге, дүние жүзіндегі әлеуметтік ландшафттың өзгерістеріне сәйкес тәрбиелеуіміз керек. Танымал жазушы Төлен Әбдік тарихқа терең сараптама жасауды ұсынып отыр. Өйткені кейбір тұстарда бұрмалаушылық кездеседі. Бұл біздің болашақ ұрпақ алдындағы міндетіміз дейді жазушы. Тарихшылар нравственностьтегі мәселені қарамайды адамгершілік. Біз қарауымыз керек оған. Біз жазушылар, біз басқа қоғам. Тарихқа адамгершілік тұрғысынан баға беру керек. Сенат депутаты Әли Бектаев әлі күнге дейін арыла алмай жүрген ысырапшылдық мәселесіне кеңінен тоқталды. Оның ойынша, үнемшілдік ел экономикасының өрлеуіне септігін тигізіп қана қоймай, келер ұрпақтың санасына ұқыптылықты сіңіреді екен. Тойлар қандай деңгейде өтіп жатыр? Біздің өлім жітімге қатысты шаралар кейбір кезде қандай деңгейде өтіп жатыр? Мысалы үшін жарысу, болмасам ысырапкершілік, басқа да мысалы үшін артық тірліктердің барлығы ол біздің ұлтымызға жат нәрсе. Біздің салтымызда да, дәстүрімізде де, ата-бабаларымыздан келе жатқан тұрмыс тіршілігімізде де оның барлығы жоқ. Бұдан былай ысырапқа жол берілмейді. Биыл рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруға жұмсалатын шығын көлемі де 40%-ке азайтылып отыр. Айталық, 122 бөлімнен тұратын жаңа жоспар әзірленді, яғни іс-шара 2 есеге қысқартылды.
Жиын соңында Қырымбек Көшербаев көп іс атқарылғанын тілге тиек етті, бірақ президент ұстанған басты бағыт құлақ асушы мемлекетке айналу үшін еңсерер іс әлі алда деді. Лаура Қуанышқызы, Әли Әлиев, қорытынды жаңалықтар.